туып өскен жерімді айтатын болсам, осы Жетісу өңірінің шығыс қақпасы дейміз, Алакөл ауданы Көлбай деген ауылда туып өстім. Сол ауылда 9 сыныпқа шейін орта мектебінде оқыдым, Көлбай орта мектебінде. 5-6 сыныптан бастап әдеби кітаптар оқи бастадым. Бізде мынау Жоңғар Алатауының шығыс қақпасы дедім ғой жаңағы. Жамантас, Үйгентас деген жайлаулар бар. Жазғы каникулда 3 айлық демалыста. Сол кітаптар алып кетіп, сол жайлаудың төрінде жатып оқыдық біраз. Абай атамыздан бастап Мұқағали, Жұматай Жақыпбаевтарды жастанып оқыдық. Екі жыр жинағым жарық көрді. Сонымен қатар сол шығармаларым арқылы әдебиеттегі үлкен ағалардың мектебінен өттік. Сол арқылы Қазақстан Жазушылар одағының мүшелігіне қабылдандым, 40 жасқа толмай тұрып. Және республикалық жыр додаларында жеңімпаз болдым бірнеше рет. Ең алғаш жазған өлеңім, енді нақты сол өлең есімде жоқ. Мен 9 сыныпқа дейін жазып жүргем. Оның бәрін енді өлеңдеуге келмейтін шығар. Бірінші жарық көрген өлеңім 9 сыныптан кейін біздің Алакөл ауданының газеті бар. Соған жарияланды. Мен енді терме жыр толғауларды көп тыңдайтынмын. Термешілердің қасында жүріп, содан өзімше терме деп жазған бір өлеңім бар енді. Ол кезде той-думанда өлең айтқызады, ән айтқызады. Сонда жазғаным ғой. Ел ішінде ән салып, той-думанды бастаған, сандуғаштың сазындай шырқаған, небір асқаған, өтті ғой талай ақындар, мұрағып сөзін тастаған, солардан сарқыт біз едік, ұштанып жүрген жас қалам деп. Мен өзі ауылда тұрған соң жаңа балалар тайға мініп, тай жарыс, ат жарысқа қатысады ғой көп. Ол кезде Наурыз мерекесі енді жанданып жатқан кезі ғой. Сол кезде қатарластардың бәрі таймен шығады, жаңағы атқа мініп ат жарыс болады, көкпар тартады. Сол қызығасың. Сонда әкем бір тай сатып берген. Оған желді торы деп ат қойдым. Жалпы ветерок деп айтады достар. Сол кезде қатты қуандым. Тор тайға мініп, балалардың қатарына қосылып, жаңағы тері тартып дегендей көкпарлатып, көрші ауылдарға барып жарысамыз. Оны сол арқылы шабандоз болдым. Кейіннен бір әпкемнің ұзатқанда қалың мал ретінде әкелген бір ақжал құнан болған. Оған Орлик деп ат қойдық. Келе-келе ол жаңағы өте бір сондай қамыс құлақ, бір жүйрік ат секілді көрінді. Үлкен кісілер ұнайды. Соны бағын сынап көрейінші деп осы талай жарыстарға қостым. Сол 5-6 мәрте орын алып берді. Өзім шаптым. Сондай бір сәттер есте қалатын сияқты енді. Енді шығармашылық адам болған соң жүректі тыңдаймыз ғой. Ол жүректің қалауы ол айды да күнді де қалай беруі мүмкін. Бірақ ақылдың сүзгісінен өткізесің. Бірақ жүрек қаламаған нәрседе қанша ақылға сасаң болмайтын шаруа ғой. Қазақ әдебиетінің дәл қазіргі халы десек, енді тәуелсіздік алған жылдардан бері қаратай көп жетістіктер болып жатыр. Қазақ ақындары шет тілдеріне аударылып жатыр. Қаншама тарихи әдеби кітаптар жаңғырып жазылып жатыр. Тәуелсіздік жылдары қаншама
классикалық туындылар өмірге келді. Соның бәрін қолдап жарыққа шығарып жатыр. Енді міне осы біраз жылдан бері қазақ әдебиеті де жалпы Қара шаңырақ жазушылар одағы өңір-өңірге филиалдар ашып, әдебиетке президентіміздің өзі көңіл бөліп, қолдау көрсетіп жатыр жалпы. Енді басты қателігі ма, жалпы мына көркемдік кеңес кішкене әлсіреп кетті қазақ әдебиетінде. Қазір енді екінің бірі кітап шығарамыз десе шығара береді. Оған бір сараптау, сүзгіден өткізу ондайға қарамайтын болды ғой қазір. Енді ол бір қатты қателік па, ол қазақ әдебиетінің ғана қателігі емес шығар жалпы. Қоғамның мынау министрліктен бір талаптар болса деп ойлаймыз. Сонымен қоймай жаңағы баспалар да көбейіп кетті. Ақшасын төлесең, сен не жазсаң да шығара береді. Енді жаңағы оқырманды да сөгуге болмайды. Жас өсіп келе жатқан балалар жаңа оқулықтың өзінде де қаншама дау болып жатыр ғой енді. Сондықтан бір жүйеге келетін сияқты енді. Қазір көркемдік кеңестер күшейіп жатыр. Мына жалпы өнерде де, әнде де, эстрадада да сондай ғой. Плагиаттар бар ішінде. Оның үстіне олар да сайттар арқылы шығара береді, ақшасын төлейді. Көркемдік кеңес жоқ, сүзгі жоқ. Мына әдебиетте де солай.